Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге әдеттегідей мен Әлден Гаухар. Парақшама міндетті түрде тіркеліп алыңыздар және лүпіл басуды, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар және өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Бүгін мен балапандарыма тәтті түрік тоқашын жасадым. Енді қамыры жүп-жұмсақ болған. Алдымен жылы сүтімізді аламыз. Бұл жерде 2 стакан сүт, жарты пиалай қант, жарты пиалай сұйық майымызды, 2 жұмыртқамызды салып, 2 ас қасық дрожжымызды қосып, жұмсақ қылып ұнымызды салып, қамыр илеп аламыз. Салмақ түсірмей жұмсақ қылып қамыр илесеңіздер, қамырларыңыз тез көтеріледі және жұмсақ болып пісетін жұмсақ болады. Соны ескеріңіздер. Ең соңында ертілген сливичный маслоны алып, осылай құйып, басын біріктіріп, ашытуға жібересіздер. 1 сағатқа жіберсеңіздер болады. Менің қамырым әйтеуір үнемі жарты сағаттың ішінде көтеріледі, сондықтан менікі жарты сағатқа жібердім. Бетін жауып, қамырымыз ашимыз дегенше осы тәтті тоқаштың салмасын дайындап алайық. Ол үшін бізге керегі арахис орехі. Арахис орехі блендерге салып, үгітіп майдалап аламыз. Одан кейін оны ыдысымызға саламыз, үгітілген орехімізді, жарты пиалай қантымызды, 1 жұмыртқамызды салып, жақсылап тұрып араластырып, салмасын біркелкі болғанша араластырып дайындап аламыз. Дәл осы салманы қамырдың арасына, яғни тоқаштың арасына салатын боламыз. Мінекей, қамырым менің ашыды. Көріп тұрғандарыңыздай. Одан соң оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Қамырмен жұмыс істеген маған қатты ұнайды өзіме. Осылай жайып алғаннан кейін, енді жұқада емес, орташа қалыңдықта жаясыздар ғой. Жаңағы араластырған салмамызды барлық жеріне тегістеп, жағып шығамыз. Бүкіл жеріне жеткізіп. Жағып шыққаннан кейін, осылай қамырдың 2 жақ шетін осылай дәл видеодағыдай төрпішті қылып қайырамыз. Енді осыны пышақпен кесеміз. Дәл видеодағыдай. Мінекей. Осылай кесіп аласыздар. Енді кесілгенін біреуін аламыз да, қолдың көмегімен дәл видеодағыдай шиыршықтап аласыздар да, 2 жақ шетін осылай біріктіріп басамыз. Мінекей. Осының бетіне жұмыртқаның сарысын және кунжутты сеуіп, 170 градуста шамамен 35 минуттай пісіріп аламыз, қыздар. Дәмі деген керемет тәтті шайға арналған тәтті түрік тоқашымыз дайын. Ас болсын. Сіздермен бірге болған мен Әлден Гаухар. Инстаграм желісінде де alden.gaухар.91.91 десеңіздер, менің инстаграм парақшам шығады.